Зейтін Ақышев, Иман Жүсіп, Теңбіл көкпен ерке күрең. Базар тарқар алдында Сағынайдың Нұрмағамбеті Иман Жүсіпті дәмге шақырған. Адам көп екен. Ішінде қажының туған балдызы Мәтінің Шәрібі де бар. Нұрмағамбет қажы жасы 60-ты қусырған, сақал мұртын тарамдап, көп сөйлемейтін, басқалармен дастархандас болғанда да тізе түйістірмей, өзін-өзі аулақ ұстайтын паң адам. Өзі өмірінде 3 қатын алған екен. Үшеуінен бір перзент көрмей, іші толған зармен өтіп барады. Үлкен бәйбішесі Мәтінің қызы еді, 15 жасында алған екен. Содан бері 40 жылдан асып барады, пұшпағы қанаған жан емес. Жап-жас тоқал алып еді, ол да бедеу боп шықты. Сөйтіп жүргенде туған ағасы Тәшкен қайтыс болды. Болса өз кіндігімнен бірдеме енді болар деп, аға өлсе іні мұра заңы бойынша жеңгесін алды. Тәшкенің қойнында жатып, 2 жылда бір баланы жаңылмай тауып отырған қатын Нұрмағамбетке тиген соң пышақ кескендей тиілді. Осының бәрін істейтін бір Құдай деп білет Нұрмағамбет. Құдайға жалынып жалбарынуым аз болды ма дегендей, 2 қатынын жанына ертіп, Байтоллаға түнеп, одан қажа танып қайту үшін Мекеге де барды. Оған да бір қыдыру жыл өтті. Енді баладан күдер үзді. Қалған өмірін 12.000 жылқының қызығын көріп, үріп ішіп, шайқап төгіп өтпек. Бірақ сонша байлықтың қызығын өз басы ғана көріп келеді. Өзі теңдес адам болмаса үйіне түсіріп, саумал ауыз тигізген жан емес, қорыққанына ғана береді. Нұрмағамбет үйінің дастарханы Ақмоладан Шолақ Оязбен бұл халықтың бірі, омбы генерал-губернаторының адамы келгенде болмаса жайылып көрген жоқ. Құдай сүзеген сиырға мүйіз берген бе? Мұның құбас болып өтіп бара жатқаны осы сараңдығы ғой деп күңкілдейді ағайын туысы, оны білетін жақын жұрағаты. Паңдығы қандай? Қонып қайтатын жерге шықса, өзінің көрпе жастығын ат қосшыларының біріне өңгертіп ала жүреді. Басқаның төсегіне жатпайды. Өзінің ата мекеніндегі Қарабұлақтың суы болмаса, басқа жердің суы аузына татымайды деп, барған жерінен тек қымыз ауыз тиіп, шай ішпей қайтады. Сағынай ұрпағының жаз жайлауы Жолымбет, кейде желіп, кейде аяңдап отырып, ара қонып жететін Қарабұлақпен екі арада сабартқан түйе ерсілі-қарсылы күні-түні шудасы желкіліп ағылып жатады. Нұрмағамбет ішетін шайдың суы Қарабұлақтан Жолымбетке түйемен тартылып отырады. Иман Жүсіп Нұрмағамбеттің бойында осындай кесірі бар деп естейтін. Тілге келісейін деп Кубрин үйінде талай рет сөз тартып байқады. Қарабұлақ маңы жетпегендей, атаңыздың асын Ерейменнің сыртына апарып беруіңіз қалай Қажеке, деді Иман Жүсіп бір орайы келгенде. Оған көңіл толарлық жауап ала алмады. Құдайдың бұйрығы сол шығар, деді де қойды Нұрмағамбет. Өзінен 15 жас үлкен, патшадан шен алып шекпен киген, әрі Мекеге барып қайтып, бүкіл уақ пен керейге, атығай қарауылға қажа тағы жайылған адамды қажалай беруге, Шыңыраудан тесік қауғамен су тартып шығарғанда екен, деді де қойды. Ал Нұрмағамбеттің балдызы Мәтінің Шәрібі жездесіндей тұйық адам емес, сөзшең, сөзді тауып айтатын, ақ көңіл, жайдар адам. Иман Жүсіппен құрбы, мұсылманша көп оқыған, Құран түгіл наку, сарыпты жатқа соғады, оқуында түп жоқ деседі жұрт. Бірақ сонысына қарай сопылық дағуадан көрі серліктің, атқұмарлық, құсқұмарлықтың соңына түсіп кеткен жігіт. Шаңдақты болыстың старшыны болып сайланғанына 3-4 жыл болыпты. Иман Жүсіппен екеуі біріне бірі ұнады. Басқадан көрі бірін-бірі жақын тартып, сырласып, қалжыңдасып, бала жасынан бір көскен достардай араласып кетті. Кел еліме, деді дәл айырларда Шәріп Иман Жүсіпке.
Қанша адам ертіп келем десең өзің біл. Жасқанба, көпсінбейм. Тек қаршыға, лашын, ителгілеріңді, жүйрік тазыларыңды ала кел. Ит жүгіртіп, құс салып, қызық көрейік. Күзде түсіп қалды, құс қайтатын уақыт таяу. Айтқандай, бүркітің бар ма еді? Жоқ, деді Иманжүсіп. Осы арада өзін басқалардан кем көргендей жасып, тұнжырап қалды. Бұл заманда жігіттің жігіттігін танытатын жүйрік ат, сұлу қатын, қыран бүркіт. Осы бір бүркіттен басқаның бәрі бар онда. Кел, деді тағы да Шәріп. Біздің жайлау мен Ереймен арасында Қоянды, Қойтас, Қоңқа, Шақа деген таулар бар. Солардың шатқалына нелер қыран бүркіт ұя салады. Балапан ұшыратын уақыт өтіп кетті. Осы күні қара қанаттанып қалды. Ұяда отырған балапан қолға түспес, ау құрып, тұзақ тастап көрейік. Бұйырса ілініп қалар. Одан болмаса омбыдан берге қалың шұбарға шығып кетерміз. Бірақ жазықта туып өскен құс қыран болмайды. Шіркін, Оралдың ағиығы мен Баянауланың сарбалағы ғой. Қолға солардың біреуі түссе, 10 құсқа тұрады. Дәм жазса көрерміз деп қана тоқтады Иманжүсіп. Кел шырағым, деді Нұрмағамбетте. Елді жерді көр, дәм тат. Мына біздің Шәріп балдыз көптен өзіңдей серік табалмай жүр. Базар әбден тарқады. Райымханның Иманжүсіпке ойлағаны іске аспады. Ол түгіл өзін шолақ ояз, ақымақсың деп жерге кіргізіп жібергендей ұрсып, бетін қайтарып тастаған. Мынау бір адам батпас әзірет әлі болды. Онымен енді дос болып, ішке тартқан дұрыс болар. Мұндай адам шын көңілі кетіп жығылса, өзіңді қысылғанда жауға бермейді. Шәріп қудың дос бола қалуын қараш. Райымхан қолындағы бір жапырақ майлетті біреу қағып әкетіп, аш қалғандай өкініп жүр. Күз салқыны түсе бастаған шақ еді. Иманжүсіп шаңдаққа жүруге ат дайындатып жатты. Бұл жолы жанына Жексен, Қаратай өтеп қана емес, аттың басына өздері де ие болуға жарап қалған Ақшабайдың Тұрсынбайы мен өзінің Дәулетханын ертпек. Екеуі де 13-14-ке келіп қалған балалар аттың құлағында ойнайды. Иманжүсіпті Мәтінің Шәрібі де, Сағынайдың Нұрмағамбеті де көптен көрмей, әбден сағынып қалған достарындай қарсы алды. Бұлардың екеуінде екі түрлі ой бар еді. Нұрмағамбет паңдығымен бірге сараңды адам. Иманжүсіпті қонаққа шақырып, әдейі үй тігіп құрметтегені, бір жұма жатқанда кешегі сойылған құлыннан қалған етті ертең астырмауы сараңдығы бекер екен дегізіп, бүкіл есіл бойына арғын мен қыпшаққа лақап таратып атын шығармақ. Нұрмағамбет ауылдары Жолымбет жайлауынан қайтып келіп, Сағынайдың төр ағашында күзетте отыр екен. Бұл Қарабұлақтан қоз өрісіндей ғана жер. Иманжүсіп келе жатыр деген хабар жеткенде, үлкенге сәлем беріп, кішінің сәлемін алып көрмеген Нұрмағамбет жанына бір топ адам ертіп, Қарабұлақтан алдынан шықты. Жас үлкен болса да атынан түсіп, аман есен жүрсің бе батыр деп құшақтасып амандасты. Мұнысы неліктен екенін қапелімде Иманжүсіп түсіне алған жоқ. Оның да сыр бар екен. Жылқыбай балалары мен Нұрмағамбет ертеден бақталас. Шолақ оязға жақын жүргенін, оның қолтығына кіріп, Ақмола оязының 47 болысынан иығы асып тұрған көре алмайды. Иманжүсіп пен Райымхан арасының біраз жылдан бері ит пен мысықтай екенін естіген, және Райымханды сүріндірсе, осы Иманжүсіп қана сүріндіре алады деп соған үміт артқан. Шолақ ояз алдында Райымханның айтқаны ақ мылтықтай бола беретін рас. Қалған 46 болыстың көбі Райымханға қарсы. Сондықтан оның сағын сындырар-ау деген себептің бірде-бірін елеусіз қалдырмайды. Дәл аттанарда Иманжүсіпке ертіп келген екі балаға күміс ертоқыммен ерттетіп, екі құнан мінгізді. Ақшабайдың Тұрсынбайына бос шұбар құнан, Иманжүсіптің Дәулетханына күрең құнан. Екеуінде жылқы баласы деуге ауыз бармайды.
тұрған бір сурет. Пейіштегі періштелер мінетін пырақ аты деп ұялмай-ақ айтуға болады. Әсіресе күрең құнан. Мойыны сала құлаш. Басында бір жапырақ артық ет жоқ. Төрт аяғын шебер адам жасап шығарғандай. Екі құлағы қаққан қазық сияқты. Мінбей-ақ жарау. Осы жануарда ішек қарын жоқ шығар дегізгендей. Төсі даладай. Құнан күйінің өзінде тұяғы от орындай. Күлте жал, сымпыс құйрық. Жуастығы қандай. Алғаш ұстағанда бұлтылдап, бас асаулық жасаған болды. 12.000 жылқының ішінде адам көрмей өскен мал оңай бола қояма. Бірақ бір күннен кейін-ақ адамға үйреніп кетті. Елге әкеліп, биенің сүтін ішкізіп, сұлы жегізген соң, Иман-Жүсіп пен Дәулетханның соңынан қалмай, қоянға қосатын тазыша еріп жүретін. Желіп келіп жанына тұра қалады да, егін сүйеп еркелейді. Бара-бара ерке күрең атанып кетіп еді. Иман-Жүсіп осы жолы Шәріпке қатты риза болып қайтқан. Мәңгілік достығымыздың белгісі болсын, 100 жылқы бөліп берем, айдап кет деді Шәріп. Ол не дегенің Шәріп? Құдайға шүкір, жылқыға зар емеспін. Әкемнің табан ақы маңдай терімен тапқан алабайталынан өрбіген жылқы 500-ден асады. Ішінде мініске де, жүріске де берік талайы бар. Осы келген оннан асатын бәріміздің астымызда сарала, торала, жирен ала. Осының бірде-бірінде Құдайдан басқаның ортағы жоқ. Бәрі өзіміздің маңдайымызға біткен. Шәріп айтарын айтса да қысылып қалды. Кедейден кеміскені деді мекен ішінен. 100 жылқысы түскір аузыма қайдан келе қалып еді. Одан да ана Нұрекең жездей сияқты соңына ерген серіктеріне ат мінгізуім керек еді. Сол көрінеді көзге. Дәл жүрерінде Шәріп көкбесін алдырып, көлденең тартты Иман-Жүсіптің алдына. Бұл бірер жылдан кейін аузымен құс түстеген әйгілі Теңбіл көк еді. Алдымыздағы қыста не Ереймен тауға, не Бұғылы, Тағылыға құс салайық деді Шәріп, жарты күндік жер шығарып салып тұрып. Биыл шыға алмаймын деді Иман-Жүсіп. Ойдағыдай құсым жоқ. Бір көздегенім бар. Сол құс қолыма түссе, келесі қыс, тіпті одан арғы қыста еш нәрседен жасқанбай-ақ шыға алам. Біреуден қалағаның бар екен ғой. Қалағаным жоқ. Оның жай жапсарын кейін айтам деп жүруге ыңғайланды. Тентек қара. Иман-Жүсіптің біраздан бері ойынан шықпай жүрген арманы бір қыран бүркіт. Бұл шіркін әркімде бар. Бірақ соның бірде-бірі өзінің ойлағандай емес. Қоянға түспейтін бүркіт болмайды. Бойында ондай өнері болмаса күн көре алмайды, аштан өледі. Кәрі бүркіт тышқан аулайды, бірақ оған жем сауыт олмайды. Түлкіге түсетін бүркіт екінің бірі. Бұғылы, Тағылыны жайлайтын қуандық жігіттері шетінен құсбегі. Әсіресе Оспанның Сейфулласы. Оның саршегірі көзіне көрінген қасқырды құтқарған емес. Осы арқада одан асып атағы жайылған құс жоқ. Құс ұстасаң, сондайын ұста. Иман-Жүсіпке ол да аз. Жолбарысқа, аюға түссе ғой. Сондай құстар Баянаула тауларынан шығады. Оралдың Ақиығы, Баянауланың, Ақбеттің, Найзатастың шыңына ұя салады. Одан ұшқан балапан үш түліп кемеліне келгенде аюға түседі. Құнан өгізді көтеріп алып, Орал тауына қарай бір-ақ ағады деседі жұрт. Күйген жардан қозы өрісі жердегі Қаратоғайда жапырақ үлкен бір ауылға жамылғы болатындай үйеңкі ағаш тұратын. Басына шығып көрген жан жоқ. Ең төменгі бұтағына түйелі адамның қолы түрегеліп сосса да жетпейді. Одан бергісі жалаңаш сида. Ал одан әрі қарай бірінен бірі таралып, тармақтанып кете беретін бұтақтар. Жазшыға үйеңкінің өн бойын жауып тұратын көк көмбек жапырақ.
Осы арада өзі ғана емес, арғы аталары туып өскен көнегөз қариялар бұл үйеңкіні киелі деп біледі. Түсінен шошып оянса да, тамақтан бұзылып іші тоқтамай денесі қызса да, осы ағаштың түбіне келіп бір түнеп құлан таза жазылып шыға келеді екен. Өмір бақи әйелінің пұшпағы қанамай, бір перзентке зар болып, әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, Жаббар хаққа жән айтып, бір құдайдан қисаң екі ұл, болмаса бір ұл бер деп жалынып жалбарынып келіп, осы ағаштың түбіне қойын сойып, оның етін маңайдағы жетім жесірлерге, қарып қарияларға таратып беріп батасын алады екен. Басына күрке тігіп бір түнеп шыққанда, әйелі таңертең бойы сергіп шығады екен. Ертеңінде басқа тамаққа зауқы соқпай, жерік асын аңсап тұрады екен. Әлде осы үйеңкінің шарапатынан ба, әлде басқадан ба, бедеу әйелдер құдайы жарылғап жүкті болып, жыл айналғанда ақ сазандай ұл табады екен. Осыны көрген қариялар ағаштың маңына дәретсіз адамды дарытпайды. Үйеңкінің ұшар басына оралдың ағиығы 2 жылда бір келіп ұя салып, балапан ұшырады екен. Сол ағиық қар кетіп, күн жылына биыл да келді. Алғаш келген күні Қаратоғайдың үстінде таңертеңнен кешке дейін қонбай қалықтап жүрді. Күйген жардағы, Бабатайдағы, бір суаттағы ауылдардың үстіне де барып қайтты. Күннен кейін үйеңкінің ұшар басындағы қалың бұтақтың арасына кірді де көрінбей қалды. Жұмыртқа салды десті әркім, балапан басуға жатқаны ғой. Ағиықтың 2 жылда бір келіп, ағаштың басына ұя салатыны, балапан ұшыратыны Иман-Жүсіптің құлағына да тиген бұрын. Осыны ол көңіліне түйіп жүретін. Керей байларына барып қайтқан соң, қолыма бір күтті қалай түсірсем деп жүргенде, ағиық биыл тағы келді деген хабар естілді. Сол құсты көруге құмартты. Биыл соның балапанын қайтсем де алам деп бел байлады. Балапанын ұшыра бастағанда маған келіп хабар бер деп тапсырып қойды. Қаратоғайдың дәл іргесін қыстайтын өтепке. Бір күні өтеп шауып келді. Бүркіт балапаны ұядан шықты. Әзір алысқа ұшып аспанға көтерілген жоқ. Бұтақтан бұтаққа шоқалақтап, аяғын тәй-тәй басқан баладай ұшуды үйреніп жүр. Иман-Жүсіп атына мініп Қаратоғайға келді. Қалың орманға кіргенде, әгерде жәннат деген бары рас болса осы шығар деді ол өтепке. Қарасаң көз тоймайды. Жаңа пісіп келе жатқан итмұрын, қарақат, қызыл жидек, қой бүлдірген, сұлу бойжеткеннің омырауындағы алтын күміс алқасы тәрізді жалт-жұлт етеді. Әр жерден шырқаған дауыс, бірін-бірі қуып жасырынбақ ойнаған ауылдың ұсақ баласы тәрізді, ұшып қонып жүрген торғайдың алуан түрі, бұлбұл. Ағаштың қалыңдығынан, жапырақтың қоюлығынан аспан көрінбейді. Көзің қай жаққа салсаң, көретінің жасыл кілем, кестесін, ойуын шебер адам тоқып шығарғандай келісіп тұр. Орман ішінің ауасын кеудеңді кере жұта бергін келеді. Мұның жанында Кәусардың да, шараптың да керегі жоқ. Екеуі кәрі үйеңкіге жақындап келіп тоқтады. Ұябасар қанатын далпылдатып көтеріліп еді, қанатының үлкендігі 8 қанат үйдің түңдігінде екен. Мұндай алып құсты бұрын көрген жоқты ол. Шәулісі мұндай, балапаны қандай екен. Сөйтіп тұрғанда далп еткен қанат көрінді. Шоқаң етіп жанындағы бір бұтаққа қонды. Иман-Жүсіптің жүрегі дүрсілдеп қуанып кетті. Ұядан әлі ұшпаған балапанның үлкендігі 3 түлеген бүркіттей. Балапанды қолға қалай түсіруге болады? Ағаштың басына өрімелеп шығу қиын. Арқан бойы жерге дейін бұтақ жоқ, жып-жылтыр. Аяқ түгіл, қол тұратын тіреуі жоқ. Жалғыз-ақ жол бар. Ағашты түбінен кесіп құлату. Ауылға бар. Жексенді, Қаратайды, Шоңайды шақырып кел. Балта келсін деп өтепті жұмсады. Бала жігіт шаба жөнелді. Биенің бір сауымы да өткен жоқ. Белдеріне жарқ-жұрқ еткен ақ балталарын қыстырып, 4-5 жігіт шауып келді. Иман-Жүсіп үйеңкіні түбінен шауып түсірейін деп жатыр деген хабарды естіп,
сол маңайдағы ауылдардан ақсақал қарасақалы жиналып қалды. Иман-Жүсіп киімін жеңілдеп, білегін сыбанып, қолына бір түкір балтаны көтере бергенде, анталап тұрған жұрттың ішінен бір шалдың «Тоқта!» деген даусы шықты. Иман-Жүсіп жалт қарады. Шал сөйлей жөнелді. Осы үйенкі 7-8 атамызды көзімізбен көрген жарықтық еді. Қыпшақ пен Қуандықтың, Керей мен Сүйіндіктің талай ұрпағы осының көлеңкесінде өсіп өрбігендей болып еді. Бүкіл елдің түлеу қоры сияқты еді. Көзіміз көріп тұрып, тамырына балта шабуға қалай шыдаймыз? Жанына өскен қарағай мен қайың ең көп болғанда 50 жыл тұрады екен. Бойлап барып құлайды. Не түбі шіріп жығылады, немесе тамыры үзіліп қурайды. Өркенің өссін шырағым, ойлаған мұратыңа жет, балалы шағалы бол. Бізді ел десең, үлкенді сыйласаң, осы ағашты кеспе. Батамызды берейік, халықтың қарғысына қалма. Жиналған жұрт шалға қосылып шулады. Иман-Жүсіптің балтасы қолынан түсіп кетті. Кейде ақыл кейін келеді оған. Жауап таба алмай бөгеліп қалды. Түсіндім, деді шалға қарап. Алдарыңызда ұятқа қала жаздаған екем. Тіпті қарғыстарыңызға ұшырай жаздаған екем. Мынандай киелі ағашқа балта шабу обал екенін қалай ойламадым мен. Кешіріңіздер. Айтқандарыңыз болсын. Бірақ осы балапанды алсам деп, өзіме өзім серт бергендей болып едім. Сертімнен қалай қайтар екенмін? Бұған қандай ақыл бересіздер? Көп жаса балам. Міне, бұл сөзің дұрыс. Сен біздің тілегімізді бердің, сөзден де тостың. Алған бетіңнен қайт демейік, ел болып ойланайық, бір ақылын табармыз деп шуласты жиналғандар. Мен айтайын, деді жаңағы шал. Ауылдан барып 2 доңғалақты арбаның 4-5-інің арысын әкеліңдер. Соларды біріне бірін арқанмен таңып, жағалап саты жасаңдар. Сол сатымен батырдың өзі бас болып, 2-3 жігіт өрмелеп шықсын. Осыдан басқа лаж жоқ. Сонда Құдай жар болса, Ақиықтың балапаны да қолға келеді, киелі үйенкі де аман қалады. Жиналған халайық та, Иман-Жүсіптің өзі де осыған тоқтады. Иман-Жүсіп үйенкінің көз ұшынан көрінетін ұшар басына өрмелеп шығып бара жатты. Ұяға жақындап қалғанда, адамзатты көріп ұябасар Ақиық шақ-шақ етіп жан ұшырады. Кейде төніп келіп бүре түсетіндей шүйледі де, адамның қолындағы қарудан жасқанып, шыр етіп аспан қатады. Кейде қанатын далпылдатып айнала ұшады. Иман-Жүсіп ұяға жетіп, қызыл ауыз балапанды құндақтап алып қайта түскенде, ұябасар бос қалған ұяға ағып келіп қонды. Бірақ көп отырмады. Шырқап аспанға шықты. Біресе зар иліп жылағандай, біресе зарлап күңіренгендей, қанатын қақпай қалықтап, қара тоғайды 3 айналды да, күн батысқа бет алып аға жөнелді. Орал тауына, мекеніне тартты, десті қарап тұрған көпшілік. Ақиықтың балапанын шекпеннің етегіне орап, Иман-Жүсіп жерге түсті. Көзіне көрінген ұшқан құспен жүгірген аңды құтқармай, Иман-Жүсіпке 10 жылдай қанат болып өткен қыран, тентек қара осы, биыл әбден бабынды еді. Иман-Жүсіптің қолына бір қыранның түскенін Райымхан естіп жатыр. Мұның иығы жылдан жылға асып барады деп, жарылып өлуге бар. Осының көзін құртайық деп, Шолақ Оязға да, Бұқалыққа да айтып көрді. Айтпады демеңдер, төбімізге осы жетеді деп зар қақсады. Жүректері шайылса, оқыс қимылдап бір күні ағаш арасында келе жатқанда, Пересипкинге аттырып тастар деп үміттенді. Чулаковтың қол астындағы урядник Пересипкин барып кел десең алып келетін, алып кел десең төбімен қопарып шауып келетін бас кесер. Бір ожау самогон ішкізіп, бармағына бір сом күміс бассаң, айтқаныңды асумен орындап қайтады. Иман-Жүсіпті ұстап алып саба десең, әлім жетпейді демейді. Өлер тірілерін білмей тұра шабады. Жасы 25-тер шамасындағы ұстарадай қылпылдаған жас жігіт қаладағы орыстардың, даладағы қазақтардың талайын қан қақсатқан.
Шолақ Оязды қоя тұрып, соның өзін айналдырсам бекен. Оның кейде бастық мырза не дейді екен деп жалтақтай қалатыны да бар. Ол бастығының алдында тәртіп сақтағаны ма, әлде бірдемені бүлдіріп аласың, байқа деп қоям екен. Құтпанов бұзық, Оязнайға, губернаторға қарсы адам, істейтіні ұрлық, қаланың бірлі жарым орыстарына істемейтіні жоқ. Талайын тонады, қыздарын, жас келіншектерін ұрлап әкетіп, тау-таудың сай-саланың арасына апарып, талай бақыртты десе, намысқа қызып, Шолақ Ояздың айтуын күтпей-ақ қойып кетер еді. Бірақ ол айтқандарының бәрі түбінде бекер болып, мені арандаттың, орға жықтың, бастығымның алдында ұятқа қалдырдың десе, бір пәлеу. Зады осы Пересипкинді айналдыру керек. Оған Жұмабекті қосып берсем. Ол көзін бір ашып, бір жұмып, өтіріктен өтірік шиқ-шиқ күліп отырып-ақ, Пересипкиннің мұрнын тесіп, жетелеп алуға өнері жетеді. Осының бәрінен бұрын Иманжүсіптің өзін айналдырайын. Ішке тартқан болайын. Бұрынғысының бәрін тастадым. Дос болам, тамыр болам деп ниет білдірейін. Зымиян Жұмабекті шақырып алды Райымхан. Сен атыңа мініп, күйген жарға бар. Құтпан баласына жолық, менен сәлем айт. Күз түсіп қалды. Бір суаттың қалың қамысының арасы осы күнде құсқа сыңсып тұр. Жаздай бидайықпен балаусаға семірген қоңыр қазбен үйрек денесін көтеріп ұшалмай отыр. Ши арасында қоян да көп, қойдай өрет. Аңға шығайық дейді де. Жетілсе бүркітін ала шықсын. Жетілмесе лашының қаршығасын алып, тазылардың ертіп шықсын де. Мына жақтан есілді бойлап отырып, сәрсенбінің сәтті күні сәске көтеріле мен де жетем деді. Жұмабек әуелде шошып қалды. Ол Иманжүсіптің көзіне түскісі келмейді. Мен дегенде жыны бар оның. Мойнымды жұлып алады деп қорқады. Бірақ қожасы жұмсаған соң амал жоқ көнді. Сонда да сақтық жасады. Әлде қандай күн туады. Жалғыз барайын ба, жаныма кісертейін бе? Сенің ат қос жертпей-ақ жүретіңді біледі ғой. Ерсі көрініп жүрме. Бірақ ертем десең өзің біл. Жеңіл желпі балашағаның біреуін ала сал. Жұмабек күйген жарға аттанды. Барған бетте Иманжүсіптің өз үйіне түсуге бата алмады. Ет жүрек шыдамады. Ана жылы Ақсұратты сұрап барғанда оның қабақ түйіп қатуланғаны, қамшымен жонын қуалатып тартып жібергені, үстіме қона түсер ме екен деп қатты шошығаны Жұмабектің есінен бүгінге дейін кеткен жоқты. Қанын ішіне тартып, бет-аузы сұп-сұр болып, өне бойы қалшылдап, көзі қанталап тесіле қарағанда Жұмабек енді өлдім-ау деп еді. Жердің тесігі болса кіріп кеткендей болды. Бұл жолы да Құтпан үйінің сыртына келіп аттан түсті де, атын арбаға байлап, қамшының сабымен етігін қағып, қақырынып, түкірініп, шірене басып келе жатты. Жанындағы бала жігітке қалып қойма, еріп отыр дегендей ым қақты. Ассалаумағалейкум деп дауысын соза, оң қолын кеудесіне басып, сәлем беріп кірді Жұмабек үйге. Құтпан баяғы Құтпан емес. Жасы 70-тен асып, 80-ді қусырған адамның сақал шашы ағарған, көзі жасаурап тұрады. Болтылдап ұршықша ойнайтын бұлшықет жоқ. Жілік-жіліктің бәрін сіңірмен шандып тастаған тәрізді. Бірер жылдан бері жұрт Құдайға құлшылық етеді екен, жайнамаздан бас алмайтын болыпты деп жүр. 3 баладан асатын не бар деп сыртқы шаруаға араласудан қалған. Құтпан ақсақалдың әлі күнге дейін ойынан шықпайтын бір уайым бар. Ол Иманжүсіп жайы. Аса тентек, басынан сөз асырмайды. Өштескен жауынан кек алмай тынбайды. Сөйтіп жүріп бірдемеге ұшырап жүрер мекен деп, күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмейді. Екі үлкенінің сөздеріне қарағанда, Иманжүсіптің жауы жылдан жылға көбейіп барады. Және осал бірде-бірі жоқ. Ақмола Оязын бір шыбықпен айдап отырған Шолақ Ояз, оның оң көзі Бұқалық, Райымхан болыс, Оязнайдың уряднигі Пересипкин, болыстың атарман шабарманы Зымиян Жұмабек. Басқа қазақ жастыққа басы тиерде
Құдай осыларды түсіме кіргізе көрме деп тілеп жатады да, таңертең тұрарда Құдай көзіме осыларды көрсете көрме деп тілеп тұрады. Ал менің балам осыларға жанығас. Онымен қоймай Кереку Оязының болысымен, қажысымен ұстасуын көрмейсің бе? Басқа жерде қыз құрып қалғандай қажының інісіне әперем деп құда түсіп, қалың малын төлеп қойған екі қызын бірдей алып қашуын көрмейсің бе? Алғашқысының жөні болсын жарайды. Жастайынан көріп, ата-анасымен сөз байласып қойған өзім. Намысымды жібермеймін деген шығар. Екіншісіне жол болсын. Онымен қоймай, қажыны Шолақ Байталдың артына теріс қаратып мінгізіп, мұндай қорлыққа кім шыдайды? Әй, осы бала түбінде бір бәлеге ұшырар ма? Ұшырар. Оязнай да, болыстар да патшаға арқа сүйеген адамдар. Патшаның құрығы ұзын, құтқармас. Құтпан ақсақалға түнде ұйқы, күндіз күлкі бермейтін осы ойлар. Сәлем беріп кіріп келген Жұмабекті қапелінде таныған жоқ. Басын шалқайтып, көзін қолымен қалқалап қарады да, даусы күбірлеп сәлемін алды. Жоғары шық дегенде ишарат білдірді. Қай баласыңдар, қарақтарым? Танымай қалдыңыз ба, Құтеке? Мен Жұмабек қой. Жорта танымай отыр. Нені көрмеген, басынан не өткірмеген қулар бұлар, деді ішінен. Жұмабек деймісің? Әлгі Райымхан болыстың қолында жүрет дейтін? Я, Құтеке, сол Жұмабекпін. Бұрын көргенсіз, қалай ұмытып қалдыңыз, деді Жұмабек, сөзінің аяғын зілмен бітіріп. Құтпан ойланып қалды. Бұл неге келді екен? Жүсіпжанның бір жек көретін адамы осы дейтін еді ғой. Мұның келуінде бір сыр бар ма екен әлде? Тек босағасына қақпан құрып кетуге келмесе жарар еді. Деді бір қыдыру отырып. Жолың болсын, балам. Жай шығып бедің? Сізге сәлем берейік деп, Болсекеңнің Жүсіпке деген сәлемі бар еді. Жөн, балам. Сәлем берейін деп жасымды сыйласаң, көп жаса, өркенің өссін. Жүсіпжанға Райымхан мырза сәлем айтса, өзің күтесің бе, осында айтып жүре бересің бе? Оны өзің біл. Жүсіп үйінде жоқ екен ғой. Жоқ, білем. Таңертең атқа мініп кетті деп жүрген. Қашан келетінін Құдай білсін. Бір кетсе бір жұмаға дейін қайтпай жүріп алатыны бар. Кейде таңертең кетіп, кешке қайтып келеді. Оның қашан кетіп, қашан келгенін ешкім білмейді. Білсе, кіші келін білер. Әй, бірақ оғанда айтты дейсің бе? Япыр-ай, деді Жұмабек. Бекер шыға қалған екеміз. Шоңай кірді. Жұмабек оны көптен көрмеген ескі таныстай сағынып қалғандайық жымпылдасты. Шоңай сұлық қана ернін бір қозғап, көмейінен естілер-естілмес дыбыс шығарды. Әкесінен төменірек келіп, бір жамбастай қисайды. Шоңай, сен жақсы келдің ау, деді Құтпан. Жүсіптің қашан қайтатынын білмейсің бе? Кім білуші еді оны? Бәсе, ешкім білмейді. Ол ауыл арасындағы ұсақ түйек шаруасын маған да, ағаларына да айтпайды. Ол не, деді Шоңай? Райымхан мырзаның Жүсіпжанда бір шаруасы болса керек. Соған жіберген екен мына Жұмабекті. Шоңай да елеңдей қалды. Ол қандай шаруа болды екен? Райымхан мен Иман Жүсіп арасында сәлем айтып, кісі жіберетіндей не болушы еді? Ол қандай шаруа деп қалды. Райымхан болыстың айтқаны әлде қандай бір жасырын сыр емес. Осыларға айтып кетсем, мен борышымнан құтылмаймын ба? Сол Иман Жүсіпке кездеспей-ақ, беті жүзін көрмей-ақ кетсем, маған керегі сол. Пәледен машайық қашыпты. Бір суат бойында қайтқан құс қалың, жыртылып айырылады. Көл бетінде ине шаншыр жер жоқ. Құсқа шығайық, соны айтып кел деп, өзі сәрсенбінің сәтінде сәске көтерілі сол маңайға жетем деді. Шоңай басын көтеріп алды. Жұмабекке тесіле қарады. Деді тек. Күтем десең күт, бүгін болмаса ертең қайтар. Болыстың сәлемін өз аузыңнан айтып кет. Асығыспын, күте алмаймын десең, тағы өзің біл. Әке екеуміз айтармыз,
жауабын берер. Жұмабек қуанып кетті. Иман-Жүсіпті ол қайтсем көрмей кетер екем деп жаны қысылып отыр еді. Аузына шоңай сөз салғандай болды. Солай болсын, біз жолымыздан қалмайық, өздеріңіз айтарсыздар. Әкесі мен екі баласы Райымханның сәлемін көпке дейін ойланды. Неге бүйткенін түсінбедік балам. Сенімен жақындасайын, азамат қой, сыртқа тебе бермей ішке тартайын деген шыны ма, әлде артында бір пәлесі бар ма, деді Құтпан. Иман-Жүсіп келген соң. Шықсаң да байқап шық, қапылыста бірдемеге ұшыратып, жазылып жүрмесін, деді Шоңай. Тәуекел, бір басқа екі өлім жоқ. Шығам жаныма серіктерімді ертіп. Райымханнан қорқып, бұғып өмір сүре алам ба? Ол патшасына сүйенсе, мен өзімнің жүрегіме сүйенем. Тентек қараңды алып шығасың ба? Жоқ, оны бұл жолы алмайым. Әлі ерте. Қанаты қатқан жоқ. Ең болмаса бір түлесін. Және алғаш алып шыққанда бір сауыттың қоянына тастамайым. Ырымға жаман. Қоян етіне дәндейді де, өскен соң онан зор аңға түспей қояды. Тіршілік болса, ендігі жылы қыстыгүн алып, әуелі қасқырға түсірем. Осы тентек қарадан дәмем зор. Ұятқа қалдырмас, ренжітпестейм. Оның да жөн. Және қар екі-үш жауып қансонар болмай, бүркіт салатын бет қазақ. Ертеңінде Иман-Жүсіп жанына жексенін, қаратайын, өтебін алып, қолдарына қаршығаларын, лашындарын қондырып, соңдарына тазыларын ертіп, бір сауыт жаққа қамданды. Тұрсынбай мен Дәулетхан бізде барамыз деп аттарын ерттеді. Сен де шықсайш, деді әкесі, оңаша отырғанда Шоңайға. Ол шалдың көз қарасынан ойында не барын түсінді. Әлдені кездесет, кім білет, жанында болсайш деп отыр. Сөйтсем сөйтейінші деп Шоңай да көтерілді. Бір топ адам күйген жардан аттанды. Қанжығаларың қанды болсын, қанды басын бері тарт, есен барып сау қайтыңдар деп қала берді ауылдың үлкен кішісі, Ақсақал, Қарасақалы. Зейнеп пен Бәтима үйлерінің сыртына шығып қарап тұрған. Қарасу жақтағы қалың тоғайдан асып, көрінбей кеткенше көздерін алған жоқ. Тойдың алдында Иман-Жүсіп, астында ана жылғы мәтінің шәрібі мінгізген Теңбілгөк. Бұл баяғы Алақұйыннан, Ақсұраттан, әлі міністен қалмаған көк мойнынан асып түспесе, кем соққан жері жоқ. Ат мінсең ауына тартат деген, қарағымның ауы құтты әйтеуір. Аттан қабақшты көрген жоқ. Әзір аттарының бәрі өзіне лайық. Әне бір ерке күрең дегені үріп ауызға салғандай деп өзіне өзі күбірледі Құтпан оңашада. Аңшылар ауылдан ұзай бергенде арттарынан ерке күрең жердің шаңын аспанға шығарып қуып жетті. Құлағын тігіп, құйрығын шаншып алды. Ерке күрең Теңбілгөктен бір қалмайды. Бөлек қораға қамалса кісінеп, шұрқырап, жер тебініп, бір тал шөп тістемейтін. Иман-Жүсіп қолын созып, кел ерке күрең, кел деп жақындаса жетіп келеді. Иегін иығына сүйеп, ернін жыбырлатып қасығандай болатын. Басқа адамды маңына дарытпайды. Құлағын жымитып, айбат шегеді. Салтатты бөтен біреу көрінсақ, құйрығын тігіп, жылқыдан атып шығып лаға жөнеледі. Оны төрт аяқты мал қуып жете алмайды. Көлденеңі де, тереңдігі де екі саржан ордан лақша қарғиды. Ерке күрең дөңгелек тұяқтының әдемісі, мүшесі жас құлын тәрізді. Күлті жал, сымпыз құйрық, көзі шатынап, танауы делдейіп, кіштесе ата жөнелетіндей. Қанша жем жесе де бір қалыптан артық ет алмайды. Ашықты жабықты еті болады. Шарланып, қазы бітіп, қарны түсіп көрген мал емес. Ұзап кеткен топты қуып жетті де, екпінімен озып өтіп, қайта айналды. Теңбілгөктің алдында ойқастап, оқыранып тоқтады. Содан бұлай Теңбілгөктен арқан бойы жер еріп отырды. Иман-Жүсіптің ойынан әкесінің қаупі кетпейді. Неге қорқа береді бұл кісі деп өзінен өзі мырс етіп күлді. Аңшы жігіттер іңірде бір сауыттағы ауылға жетіп қонды да, ертеңінде таң біліне атқа мінді. Иман-Жүсіп
бір суат бойына бұрында талай шыққан, қоян қойдай өретіні рас. Күз құс қайтатын кезде қоңырға семіздіктен ұша алмай байпаңдап қалатыны да рас еді. Биыл да солай екен. Ауылдан аттанып шығып, мал өрісіндей ұзаған соң, Иман-Жүсіп тұйғынының томағасын сыпырып алды. Құстың көзі күндік жерде жорғалап бара жатқан тышқанды да көреді. Мойнын қылт еткізіп, бір ұрып, көзін жылт еткізіп, бір ашып қалғанда, тұйғынның көзіне ілікпейтін ұшқан құс жүгірген аң қалмаса керек. Бір шеті мен бір шеті екі көш бір суат жазығынан талай құсты көрді. Тұйғын қанатын далпылдатып, шаңқылдап қолға тұрмады. Қамысты көлдің жанынан өте берді де, тұйғынын қоя беріп, дабылын қағып жіберді. Көл бетінде қамыс арасында түнеп шыққан үйрек пен қаз у-шу болып, қара шыбындай қаптап аспанға шықты. Аспанды басына көтерді. Жексеннің қолындағы қаршыға да шоңайдың ителгісі де атылды. Бәрінен бұрын ағып барып, баяулап ұшқан қоңыр қазды төбеден теуіп түсірген ителгі болды. Қаз далп-далп етіп келіп қамыстың ішіне құлады. Иман-Жүсіптің тұйғыны таман құстың алдына шырқап шығып, аспанға тік атқан көгала үйректі іліп алды да ұмар-жұмар жерге түсті. Аң қызығы басталды. Өтеп бастаған 3 жас жігіт тазыларын ертіп ши арасына кетті. Әр шидің, әр тобылғының түбінен бір қоян қашады. Қарағаншық пен ақ қасқа тұра бастырады. Арқан бойы жібермей бір шалып қалады да желкесінен басып қалып бақ еткізеді. Түске дейін күйген жардан келген 7-8 жігіттің қанжығалары қоян мен құсқа толды. Бәрінің де ізінде бауыздалған құс пен қоянның қаны жосылып жатты. Бір суаттың көп көлінің шеткісіне таяна бергенде алдағы белестен бір топ адам асып түсті. Бұлардың да көбінің қолдарында құс, соңдарында ит. Бұлар да аңға шыққан адамдар. Астында қарақасқа аты бар, үстінде түйе жүн шекпені, басында жекей тымақ біреу келеді. Сол жақ қолында балдаққа қондырып ұстаған бір күті, оның томағасы киюлі. Иман-Жүсіп оны анадайдан ақ таныды. Райымхан болыс. Жақындап келгенде Райымхан болыс атынан түсіп, шылбырын жандағы жігітке ұстата салды да, екі қолын жайып ілгері ұмтылды. Ва батырым, есен сау жүрсің бе? Келіндер аман ба? Құтекең мен шешей тың ба? Райымханнан 4-5 жас кіші болғандықтан ат үстінде шіреніп тұруға дәті бармады Иман-Жүсіптің. Әрі болыс басы мен Райымхан басымен атынан түсіп құшағын жайып, қоғадай жапырылып келеді. Иман-Жүсіп те түсті аттан. Ассалаумағалейкем, Реке. Екеуі көптен көріспей, бірін-бірі сағынысып қалған адамдардай шұрқыраса кетті. Ана жылы Ақсұратты сұрап келгенде, Иман-Жүсіптің Әміре мырзаны сабап жібергенін, Әубәкір қожа мен Жұмабектің қашып құтылғанын бүкіл Ояз білет. Бірақ соның арты ың-шыңсыз басылып қалған тәрізді. Аралары тоң-торыс, сырт адамға түк болмағандай көрінетін. Бірақ бірін-бірі іштерінен атарға оғы жоқ. Қай жерден қапысын тапсам екен деп Райымхан жүраңдып. Бөлтірік қажының қайта-қайта жіберген адамына қол басып, мөр соғып жіберген қағазына қайдағы бір Ояздың дауын даулап, жоғын жоқтап нем бар, мұндағы шаруа немен тынар екен, әуелі соның бетін білейін деп асығыстық жасаған жоқ ол. Қажының сөзіне пышақ кесті жауап қатпай, ұзын арқан кең тұсауға салып келген. Райымханнан күдер үзген соң, былтырдан бері ат сабылтуды қажы да қойды. Ойлап келіп, Иман-Жүсіпті ішке тартып, қолға қондыруды ұйғарған Райымхан. Әрі батыр, әрі сері, әрі әнші, әрі шешен жігітті қолына қондырып алды дегеннің өзі қайда жатыр? Әгерде осы арманыма жетсем, терезем тең деп сөз таластыра бастаған кеңестің Мұханы, Көпеннің Әбу Сағиты, Қияштың Нұрланы, Бәйменнің Алдоңғары сияқты болыстар мұның иығынан да жүр алмас. Дүние кезек, иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар. Аққа Құдай жақ деген рас болса, сенің алдыңда менің зәредей айыбым жоқ. Басыма аспанды түсіріп жіберсең де көрермін деп Иман-Жүсіп жүр.
көрген жерді-ақ бірін-бірі жағадан ала түсер, тіпті қамшы жұмсалып, оқ атылып, біреуі жазым болар ма екен деп зәрелері ұшып келіп еді. Шоңай да, Жексен мен Қаратай да. Болыс пен Иман-Жүсіп шұрқыраса қалғанда бұлар аң-таң. Не болғанын түсінген жоқ. Райымхан тіпті сау саламат жүрсіз бе Шөке деп келіп Шоңаймен сәлемдесті. Жұмабектің де жүрегі орнына түскендей болды. Иман-Жүсіп қабағын түйсақ жалт беріп қаша жөнелетіндей ойы бар еді оның. Сондықтан топтың қарасы көрінгенде-ақ атының тізгінін тартқылап жұрттың артында қала беріп еді. Райымханның бүгін жалпаңдай қалуына Иман-Жүсіптің өзі де түсінбей тұр. Бұл неге бүйтті? Мұнда қандай сыр бар? Түбі естек болғанымен Қыпшақтың қаны сіңіп, Қыпшақ болып кеткен адам ғой. 3 қатының 3-еуі де Қыпшақ қызы дейтін. Өзінің туған шешесі де Қыпшақ қызы. Сөйткен адамның бойында естектіктен не қалды дейсің? Бұрынғының бәрін тастаған ғой. Бір тай үшін бет ашысып қайтем деген шығар. Сол келгенде мен мұның ата тегіне тіл тигізіп балағаттағам жоқ. Тек әміренің арқасына қамшының батып кеткені рас. Әубәкір қожа мен Жұмабек соның өзіне зәрелер ұшып, Қарадай қорқып кетті. Дос болам, жақын жүрем десе мен қашпайым. Бірақ бұларға сенім бар ма? Жарайды, көре жатармыз. Қас қарайғанша аң қызығынан шыға алмады бұлар. Қарынның ашқанын да ұмытып кетті. Кейбіреулерінің астындағы аты болдырып тұралап қалды. Бірақ құс та, қоян да көп қырылды. Кешке қарай осы маңайдағы Сармантай, Мұрат, Торы Қыпшақ, Обаған Қыпшақ ауылдарына тарап-тарап қонды аңшылар. Райымхан мен Иман-Жүсіптің қайсысына көрсетілген сый-құрмет асып түсер екен деп Зымиян Жұмабектің аңдығаны сол. Іңірде әркімнен сұрастырып біліп еді, Иман-Жүсіпке құлын сойылыпты. Ал Райымхан түскен үй қой сойған. Болыстың соңынан 20-ға тарта жігіт еріп келген. Бір үйге сыймайтын болған соң олар бөлініп түскен. Бір үй әнеугі әзірде қасқыр жарып кетіп, әйтеуір адал алып қалған арық саулықтың етін асыпты. Бір үй тіпті 4-5 жігітті құрт көжемен жатқызыпты. Мына жұрт жынданар. Артының не боларын ойламайды осылар. Осы үшін ертең Райымхан болыс тақымдарына құлбырау салмай ма? Өзіне бір тай, жігіттеріне бір-екі қой сойылса ғой, құда да тыныш, құдағи да тыныш деп Жұмабек түні бойы ұйықтай алмай дөңбекшіп шықты. Осыған ол Райымханнан кем намыстанып жатқан жоқ. Таңертең мен мұны сызаттап отырып, болсекеңе сездірейін. Бұлхан талқан болсын, бәлемдердің басында қара бұлт төнсін. Ертеңінде Жұмабек болысқа осының бәрін жеткізді. Қытығына тие сөйледі. Айтам ғой, осы маңдағы Сармантайлар үйіне түсе қалғанда саумал ауыз тигізбейтін сараң деп. Өз болыстары келе қалса, жаны қалмас еді. Ту биесіне қыстай еміп шыққан қысырдың тайын қосып сояр еді. Иман-Жүсіпке не сойыпты деді болыс. Ойбай, айтпаңыз. Оларға жалы құлағынан асқан, үлкендігі құнажын байталдай құлын сойыпты. Шылқыған май, бір жапырақ қара еті жоқ десем өтірікші болмаспын. Аузымызға ала алмадық деді. Бағана ат суаруға барғанда бұлақ басынан Жексенге жолығып едім. Деді де қойды болыс, даусын керіңкіреп, қабағын түйіңкіреп. Осының өзінен ақ қурап тұрған бетегеге өзінің шоқ тастағанын білді Жұмабек. Бұған керегі ел ішінің тыныштығы, мал жанның амандығы, ағайын арасының татулығы емес, бүлік, дау, жанжал, барымта, алып кет, жарып кет, сондайлардың қалың ортасында жүрсе Жұмабектің асығы түгел. Ет жеп, қымыз ішіп отырып, анда-санда мұртын бір ширатып, бірді бірге айдап салып, біреуді біреуге арандатып қойса, ішкен жегені бойына тастай батып, судай сіңет мұның. Сол күні бір сауыттың қамысты көлдерінен, Шейлі Қарағанды қыраттарынан тағы да қоян мен құсты қырып алды да, күн еңкейе тарамақ болды. Тентек қараңды ала келмеген екесің, қызығын көретін деді Райымхан Иман-Жүсіпке. Тентек қараның әлі бауы ашылған жоқ. Қарағанат балапан, бауашарын түлкіден бастармын дейм,
қоянға тастап бағын бөгемейін дедім, ырымға жаман. Және қар үш жаумай, бүркіт салынбайды ғой. Оның да жөн. Олай десең аманшылық болса, келесі қыс бұғылы тағылға шығайық. Ана бір жылы түлкімен қасқыр жыртылып айырылатындай ет. Тіпті арқар мен киікті де көрдік. Амандық болса деді де қойды Иман-Жүсіп. Қайтар бетте бірге аттанды бұлар. Райымхан мен Иман-Жүсіп бие байлам жер алда жүріп бара жатқан. Мені өкпелеп жүрді бойлама Жүсіп, деді Райымхан бір сөзінде. Болыс басыммен әдейі бір тайыңды қалап кісі жібердім. Кісі болғанда есікте жүрген жалшы емес. Жылқыбай бабамның одан бергі 20 жыл аға сұлтан болған Көлбайдың таяғын ұстар, шаңырағына ие болар деп үміттеніп жүрген Әмірені жібердім. Оған қол жұмсап, арқасына қамшы басыпсың. Жарайд, ағаның бір ашуын көтермейтін іні болама, қайтер дейсің, дедік оған. Әубәкір қожа мен Жұмабекті де шоштыпсың. Оларға айтпағаның жоқ көрінеді, рас болса, соның бәрі өзіме айтылған деп ұқтым. Сол үшін намыстанғаным да рас, көпке дейін кек сақтағаным да рас. Бірақ сендей жігітті алыстатып, ренжітіп қайтем деп соның бәрін тастадым. Имандай шыным осы, сен де таста. Айырылмас дос болайық. Екеуміздің жігіміз жазылмаса, Есіл мен Тобыл бойындағы қыпшақ түгел біздің соңымызда. Алтау бала болса, ауыздағыдан айырылады. Төртеу түгел болса, төбедегін алады деген. Иман-Жүсіп үндеген жоқ. Сенерінде, сенбесінде білмей келеді. Сенбейін десе сөзінің бәрі шын сияқты. Бір жарық шағы жоқ. Айтып болсын, артын күтейін. Баянауланың қазысы жайында ләм-мим демей келеді. Онысы несі? Иман-Жүсіп ойының дәл үстінен түскендей Райымхан қайта сөйлеп кетті. Баянауладағы бөлтірік қажы, ол аз болса, Керекудің оязнайы сенің үстіңнен талай қағаз түсірді. Айтпағаны жоқ, жақпаған күйесі, жаппаған жаласы жоқ. Мал айдап әкетті, кісі өлтіріп кетті, бас жарып қол сындырып кетті. Осының бәрі тұрсын, қалың малы төленіп, енді ұзатылайын деп отырған екі қызды әке шешелерінің, тіпті өздерінің зар илегеніне қарамай тартып әкетті. Олар қазір Иман-Жүсіптің қолында торға түскен тотыдай жылап сықтап қамауда отыр десіпті. Иман-Жүсіп теріс қарап мырс етті. Ойыңа жаңа түсініп келем, мырза, деді ішінен. Қағаз бірінің үстіне бірі келіп тоқтамаған соң, мұны аяқсыз қалдырмайық. Құтпан баласын шақырып алып сұрайық, не дер екен? Рас болса тұтқындап, бір-екі солдатпен Керекудің оязнайына жіберейік деп оқтанды Чулаков. Мен оған көнгім жоқ. Қайдағы бір қажайтты екен деп, өз қол астымыздағы Иман-Жүсіптей жігітті ұстап бергеніміз жарамас дедім. Бірақ Чулаков сол бетінен әлі қайтқан жоқ. Сені бір көрмей, өзіңмен бір тілдеспей тынатын емес. Байқап жүргейсің. Оның ана Пересипкин дейтін уряднигі шашал десе басалатын оңбаған. Бір жерде жазым қып жүрмесін. Қанша дегенмен Чулаков не қыла қояр дейсің, өз қолымыздағы адам ғой, деп тоқтады Райымхан. Жол айырылығына келгенде арттағыларды күтіп бөгелді бұлар. Қонаққа кел, деді Райымхан Иман-Жүсіпке. Көрерміз, дәм жазса. Хабар өзімнен болады. Кісі жіберем.